Енді біз Қайратпен жақынырақ таныссақ, е? Автобус ба? Сағындым алма бағы, арайлы Алматымды. Алматыға деген сағынышын ән арқылы жеткізген оралдық темір жолшы Қайрат Сәрсенғали жүк көлігінде отырып орындаған «Сағындым Алматымды» әні көпшіліктің көңілінен шықты. Жұмыс барысында түсірілген видеоның бұлай танымал болатынын Қайраттың өзі де күтпесе керек. Сезімді қайтейін, сезімге алмадым, жүректі қайтейін, өртендім жанбадым. Микрофон тастамайды екен. Атақты әнші болуды армандаған жүйелі жұлдызы араға жылдар салып, мақсатына жеткендей. Қайрат жұмыс күнін әндетіп бастайды. Ең жұмысқа келсеңіз, күнге кетшеге, нұрын шаш деймін, айнала тиге. Реалити шоу түсіру керек қой сізден. Қолы қалт етсе, вокзалдан музыкалық студияға бас соғып, сүйіктісімен айналсады. Рахмет әке, осыған дейін бағып қаққан үшін. Тек биіктіктен көрінеміз әке, аман жүріңіз. Сен кім баласың? Кім баласың? Қата бала. Атасының баласы. Ата жолың болсын. Ата жолың болсын. Мен сені жақсы көрем. Зеркөш, айтшы. Ата. Я. Тебя. Люблю. Қош келдіңіз ортамызға. Батыс Қазақстан облысының Жаңақала ауданын білесіздер ғой? Оралдың Жаңақала ауданы. Соның Қызылоба деген ауылы бұрын Красногор кезінде КСРО кезінде Красногорский кон завод дейді. Үлкен атақты Кушум породасы. Ол енді тарихта бар сапқыз. Сол да туып өстім, кіндік қаным тамды. Сол жерден тумасымын. Қазір енді осы 10 жылдан асып кетті, Оралда тұрам. Аудандық Ескендір ағамыздың атамекен байқауы, сосын даладарындар, ауданнан бірінші орын алам, бас жүлде алам, Оралға дейді саған. Ал Қайратжан, біз бандайды, ол уақытта мына телефон жоқ қой. Телефон, иә. Ой, қандай үмітпен келесің. Маған айтады, 25 күні Қайрат кел дейді. 25 күні дайындалып жүресің ғой, жаз айында болады августте. Осы заказға бармай ештеңе келесің. Культураға кіріп келесің, кіріп келгенде, мә, Қайратжан, 20 күні өтіп кетті ғой дейді, бір өстіңіз, су шашып жібергендей болады ғой. Содан тағы ойбай, даладарым болайын деп жатыр, ауылдан енді баяғы жетектеп, ауылдың әншісі деп алып барады. Болы керек емес, енді ондан да барып, мәз болып қайтасын, Оралға барайын деп жатырмын, тағы облысқа деп. Со жаңағы, ой, 7-сі күні келмейсің бе деп біреу су шашып жібереді, 12-сі күні болады. Содан 2002-де конкретно бардым, апа дедім, мен болдым дедім, шаршадым дедім. Бірақ апа, түбі бір жерде тесіп шығам дедім. Тойымда жүре берейін, сөйтші Қайратжан сен, тойыңда жүре берші деді. Енді болды, ол тек қана жаңа қала емес, енді қазір бүкіл Қазақстан танитын болады сізді. Енді Аллаға шүкір, арман болды бала күнімнен осы Алматыда бір үлкен сахнада ән салсам деген, сол арманым орындалды. Мен енді бала күніммен өлең айтып жатырмын, көптеген армандар болды. Мен мектепте айттым, осы училищеде оқыдым, училищеде айттым, армияда Чукоткіде служить еттім. КСРО Союз кезінде. Сол кезде Чукоткіде Дом офицерде 1991 жылы 23 февралда концерт болатын болды Дом офицерде. Сосын маған командир айтты, өлең айтасың ба? Мен бір Роза апамызға қарап өстік, Мақпал апамыз, мен мына сол бір 15 жастан кейін гитарда мына Нұрлан Өнербаев ағамызға көп нететін едім. Сол кісілерде махаббатым оянды, өнерге деген. Сосын гитармен жапырағын жайған бәйтерек, сосын ана Марат Омаровтың шет жүрсем сағынап, 2 ән орындадым, 28 адамның арасынан гран-приз бас жүлде ұттым. Сосын советский, содан бір ай болған жоқ, рядовой Сәрсенғалиев деді, я деген выйти строй деді, шықтым командир. Сол советский Чукотка деген газетке шықтым.
Мен Жаңғалада 87-тен 90-ға дейін училищеде оқыдым. Ол уақытта мына Мейрамбек Беспаевтың мына Жаңғалада менің атымды көп атамайтын еді. Бұстырғай дейтін еді бәрі. Бұстырғай дейтін. Облысқа дейін келіп жүрдім. Бірақ мен енді екі жаққа бірдей болдым. Өнерге де, спортқа да. Өзім тренерім Марат ағайым болды. Бізде гитара бар, Қайрат мырза. Абдулазиз, гитараны әкеп беру ғой шағаңа. Спорттың қай түрі? Еркін күрес. Көрініп тұр ғой. Ана шаш үлгіде спортшының шаш үлгісі. Үйлес алсам дауысыма келсе. Енді байқау емес бұл. Кәдімгі үйде дастарханның басында отырып ән шырқап. Жапырағын жайғаным бәйтерек, тереңге тартқан тамыры. Қосылыңыздар. Сезбедің әке ертерек, жанымның ыстық жалына. Сезбедің әке ертерек, жанымның ыстық жалына. Жылдан кейін айтып тұрмын мына өлеңді. Тарихи сәт десеңізші. Дұрыс. Хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Сахнаға біз Қайрат мырза өзіңізді шақырғымыз келеді. Қайрат Сәрсенғалиев, Батыс Қазақстан өңірінің тумасы. Таңдау сәтте ең қиын уақыт